Қарт адамдар ас содасын қолданыңыз және көптеген мәселелерден құтылыңыз. Қазір сіздің ас үйіңізде әдеттегі ас содасы тұрған шығар. Бірақ, егер мен сізге бұл қарапайым, арзан және қауіпсіз ұнтақ шкафта шаң басып тұрғаныңызда көптеген мәселелерге көмектесе алатынын айтсам ше? Жаңа зерттеулер көрсетіп отыр, сода қарттыққа байланысты 13 қауіпті жағдаймен күресуге көмектеседі. Көрермен, алдымен арнаға тіркеліп, видеоны ұнатсаңыз, лайк басып, пікіріңізді бөліссеңіз, қуанышты боламыз. Олардың ішінде буын аурулары, бүйрек қызметінің төмендеуі, жоғары қан қысымы және тағы басқа көптеген аурулар. Көптеген қарт адамдар бұл жайлы ешқашан естімеген. Бірақ сода нағыз табиғи көмекші болып табылады. Қышқылдық рефлюксын және қыжылды жояды. Қарт адамдар үшін бұл жай ғана ыңғайсыздық емес. Тұрақты қыжыл асқазан жолын бұзалады, дауыс байламдарын зақымдайды және тіпті өңеш обырының қаупін арттырады. Сода қышқылдықты бейтараптандырып, тез жеңілдік береді. Қалай қолдану? 1/4 шай қасық соданы жарты стакан суға ерітіп, тамақтан кейін 1 сағаттан соң баяу ішіңіз. Аптасына 2-3 реттен артық қолданбаңыз. Тістер мен десналарды қорғайды. Қартайған сайын тістердің эмалі жұқарып, десналар шегінеді. Сода бактерияларды бейтараптандырып, тістерді ағартып, десналардағы қабынуды азайтады. Қалай қолдану? Тіс щеткасын сулап, аздап содаға малып, 2 минуттай абайлап тазартыңыз. Сонымен қатар, жарты шай қасық соданы стакан жылы суға ерітіп, ауыз шайғыш ретінде күніне 1 рет қолдануға болады. Буын ауырсынуын жеңілдетеді. Артрит, тозған буындар, қарттар үшін үлкен мәселе. Сода ағзадағы қышқылды азайтып, қабынуды басуға көмектеседі. Қалай қолдану? 1/4 шай қасық соданы 1 стакан суға ерітіп, аш қарынға күніне 1 рет ішіңіз. 2 аптадан артық үзбей қолданбаңыз. Подагра ұстамасын жеңілдетеді. Подагра кезінде мочевина қышқылы буындарға жиналып, қатты ауырсыну тудырады. Сода бұл қышқылды ерітіп, ұстаманың жиілігін және ауырлығын азайтады. Қалай қолдану? 1/4 шай қасық соданы стакан суға ерітіп, аш қарынға күніне 1 рет ішіңіз. Күніне жарты шай қасықтан артық қабылдамаңыз. Бүйрек қызметін жақсартады. Жасы ұлғайған сайын бүйректер тиімді жұмыс істей алмайды. Қанға қалдықтар жиналып, шаршау пайда болады. Сода қышқылды бейтараптандырып, бүйрек қызметін жақсартады. Қалай қолдану? 1/4 шай қасық соданы 1 стакан суға ерітіп, аш қарынға күніне 1 рет ішіңіз. Гипертониясы бар адамдар дәрігермен кеңескені дұрыс. Жүрекке қолдау көрсетеді. Ғалымдар бикарбонат деңгейі төмен қарт адамдарда ерте өлім қаупі 60%-ға жоғары екенін анықтаған. Сода қандағы бикарбонатты толықтырып, жүрек пен тамырларға қолдау көрсетеді. Қалай қолдану? 1/4 шай қасық соданы 1 стакан суға ерітіп, аш қарынға күніне 1 рет ішсе жеткілікті. Бұлшықет шаршауын төмендетеді және төзімділікті арттырады. Жасы ұлғайған сайын, тіпті қарапайым әрекеттердің өзі, мысалы жүру, баспалдақпен көтерілу немесе тұрып қалу, тез шаршауға келеді. Бұлшықет төзімділігі төмендеп, жүктемеден кейін қалпына келу уақыты ұзартады. Осыған байланысты басты себеп сүт қышқылы. Мышцалар жұмыс істегенде олар бұл қышқылды қалдық ретінде бөледі. Уақыт өте келе ол жинақталады және күйдіру мен ауырлық сезімдерін тудырады. Бұл бізді баяулатады, немесе тоқтатуға мәжбүр етеді. Сондай-ақ, жүктемеден кейін қалпына келу жылдамдығы да артты. Бұл мақсатта соданы қалай қолдануға болады? Жарты шай қасықты 1 стакан суға ерітіп, 60-90 минут бұрын ішіңіз. Толық асқазанмен оны қабылдамаңыз және дәрігердің кеңесімен тәулігіне 1 шай қасықтан артық қабылдамаңыз. Үлкен дозаларда сода кебуі немесе жүрек айнуын тудыруы мүмкін. Бірақ қалыпты мөлшерде ол денеде ауырлық сезімін азайтуға және қозғалыс қуанышын қайтаруға көмектеседі. Зәр шығару кезінде дискомфортты жеңілдетеді. Зәр шығарған кезде күйдіру мен дискомфорт әсіресе әйелдерде.
Жасы ұлғайған сайын зәр шығару жүйесінің жұмыс істеуі бұзылып, гормоналды фон өзгеріп, инфекциясызда бас ауруы, күйдіру сезімімен жиі зәр шығару болады. Бұл жайды жеңілдету үшін сода көмекке келеді. Оның себебі қарапайым. Қан қышқылданған кезде ол зәр шығару жүйесінің шырышты қабығын тітіркендіріп, қабынуды күшейтеді. Сода қышқылды бейтараптандырып, күйдіру сезімін азайтады. Мұны тексеру үшін 1/4 шай қасық соданы стакан салқын суға ертіп, аш қарынға күніне 1 рет ішіңіз. Бірақ 3 күннен артық емес. Дәрігермен кеңескеніңіз дұрыс. Әсіресе гипертониясыңыз немесе бүйрек проблемаларыңыз болса, сода натрийді қамтиды. Дұрыс қолданылған жағдайда бұл жеңіл және табиғи әдіс тітіркенуді азайтуға және ауырсынуды дәрісіз жеңілдетуге көмектеседі. Қарт адамдар үшін, әсіресе жиі түнде зәр шығару немесе күйдіру сезімінен зардап шегетіндер үшін, сода бұл мәселелерді тыныштандыруға көмектесетін қарапайым әрі тиімді көмекші болуы мүмкін. Сода бүйрек қызметін қолдайды және олардың нашарлауын баяулатады. Жасы ұлғайған сайын бүйректер қанды тиімді сүзуге қабілетсіз болады. Басында бұл маңызды емес болып көрінуі мүмкін. Бірақ уақыт өте келе қанға қалдықтар жинала бастайды. Шаршау, сұйықтықтың кешігуі және бүйрек ауруының қаупі артады. Көптеген қарттар қышқылдық деңгейінің өзгеруі бұл процесті тездететінін түсінбейді. Қан тым қышқыл болған кезде бүйректер ауыр жұмыс істей бастайды. Ішкі теңгерімді қалпына келтіруге тырысады. Бұл олардың тез шаршауына келеді. Шағын дозалардағы сода қанның қышқылдығын бейтараптандырып, бүйректердің жұмысын жақсартады. Олардың ауырлығын азайтады. Сода жоғары қан қысымымен күресуге көмектеседі. Жасы ұлғайған сайын қан қысымы көбінесе жоғарылайды. Бірақ көптеген қарттар қышқылдық шилатшылық теңгерімінің бұл процесте маңызды рөл атқаратынын білмейді. Қан ағзада тым қышқыл болғанда қан тамырлары тарылып, бұл тарылу қанның ағуына кедергі келтіріп, жүрекке көбірек күш түсіреді. Соңында бұл жоғары қан қысымына келеді. Геморрой бұл қарт адамдардың жиі кездесетін және көп айтылмайтын мәселесі. Ол ауырсыну, ісіну, қышу және қан кетуге әкеледі. Бұл отыруды, жүруді және дәретхананы пайдалануды қиындатады. Жасы ұлғайған сайын веналар әлсіреп, қан айналымы баяулайды және геморрой жиі қабынады. Пищевая сода бұл жайлы және тиімді әдіс. Ол қатты кремдер мен химиялық заттарсыз тітіркенуді тыныштандырады. Ол қышқылдарды бейтараптандырып, ісінуді азайтады және сезімтал тері үшін тыныштандыратын орта жасайды. Достар, сіздің қолдауыңыз біз үшін бәрінен маңызды. Каналға қазір тіркеліңіз, жаңа видеоларды бірінші болып көру үшін. Лайк басып, бізге мотивация сыйлаңыз. Қандай видеоларды көргіңіз келеді? Комментке жазыңыз. Сіздің ойыңыз біз үшін бағалы. Әр қолдау бізге жаңа күш береді. Сізсіз бұл арна өспейді.